болсын, құрметті көрермен, толқынымызға, арнамызға енді қосылып жатырған болсаңыз, дәл қазір біздің студиямызда қонақта жас әнші Медина Күзембаева және вокалдан сабақ беретін ұстазы Аралбаева Кенжегүл. Қош келдіңіздер студиямызға, көңіл күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Әнді тыңдадық, ән көңілімізден шықты, барлығы керемет. Енді бізге шәкіртіңізді таныстырып өтсеңіз алғашқы кезекте. Күзембаева Медина, Қазанғап балалар өнер мектебіне 6 жастан келді. Мен сонда Қазанғап балалар өнер мектебінің вокал және хор бөлімінің меңгерушісімін және осы Мединаның өзінің вокалдан беретін ұстазым болады және жетекшісімін. Жаңа көріп отырғанымыздай туған жер керемет ән шырқады. Әннің авторы туралы, жалпы ән туралы айта кетсеңіз, не себепті осы әнді таңдадық? Жалпы бұл әнді таңдаған себебіміз негізі Медина ерекше, өзінің жасынан ерекше бала болды. Біздің алдымызда түрлі балдар келеді ғой, өзінің қатарына қарағанда өте ерекше, алғыр болды. Сондықтан біз бір жылда көптеген жетістіктер болғаннан кейін мамасына мен өзім өтініш айтып, Мединаға арнау ма бір авторлық әні болса екен деп едік. Сосын ақылдаса келе автормен, композитормен ақылдаса келе әнді бірінші патриоттық әннен бастады. Туған жер, яғни баланың табиғатына, еліне, отанына деген, туған жеріне деген патриоттық сезім болсын. Бірінші туған жерден бастайды. Сөйтіп өзінің де талғамына осындай туабетті лирикалық емес, өзі патриоттық қыз, осы жігерлерін былай неғып тұратын. Содан туған жер деген ән шықты еді, өте керемет, өзіне нағыз арналып шықты. Әннің авторы кім, композиторы, сөзін жазған? Әннің авторы Қуанбай Шынболат, осы ақтөбелік жерлесіміз. Өзі сөзінде арнайы жазды және әнінде өзіне арнайы өңдеді. Яғни балаға композиторлер өздері өңдейді ғой, оған сол шақтап, жасына, ерекшелігіне шақтап өңдеді. Өте керемет шықты, өзімізде. Енді Мединаға да сұрақ қоя отырайық. Медина, сіздің үйде мамаң, папаң әнші ма? Жалпы өнер кімнің қанымен дарыды? Немесе өзінің таланты ма? Менің үйімде ешкім әнші емес, бірақ мен өзім әнші. Керемет. Жас әнші деп жатырмыз, жалпы Мединаны. Осы жалпы Мединаға не үшін өнер жолы таңдадық? Жалпы өнер жолы, амал жолы деп айтып жатырмыз. Жалпы енді мамасы да мүмкін байқаған болар, баланың кішкентайдан талантын, сол адаспай осындай вокалға деп алып келгенде мен қатты қуанамын. Кейбір ата-аналар мысалға баласын білмейді ғой, осындай таланты бар екенін баласының, ал бізге алып келді. Сосын енді мамасының да еңбегі зор. Мен мысалы қанша үстіне жүктеме беріп, күнделіктен тыс алатынына біліп, баланың алғырлығына қарап берген шығармаларымды, әндерімнің бәрін старать етіп, жаттатып беретін барынша мамасын талпынып, сол енді баламды оны қабылдап тұрғаннан мен өте жаңағыдай сенімдім, өйткені бала деген алып тұр, күнде бергенді күндегідей тек жаттап сөйтіп тұрды, алғанмын өте әдемі. Айтқысы келмесе айтпайын дейді, мынаған әндер болса, тек өзіңде талғамы бар. Осы жалпы репертуарда қанша ән бар жалпы саны? Жалпы маған келгелі репертуарда бізде мектепке бекітілген өзіміздің бағдарламамыз болады 7 жылға. Бұл өзіне бекіткен бағдарламаны айтып тастайды, яғни бұрын орындап тастайды. Одан бөлек, сосын біз оны қарап отырмаймыз, енді бала кетіп бара жатыр күннен күнге. Сосын біз одан тыс әндер дайындаған кезде байқауға деп дайындаймыз, конкурстық әндер деп дайындаймыз және концерттік әндер деп дайындаймыз. Біздер әннің өздері бөлінеді ғой, сахналық ән деп. Сол кезде әннің өзіне менің өзім үйреткен әндерім 10-нан асып кетеді. 12 репертуарында бәрі салмақты, көбісі патриоттық әндер.
Жалпы репертуарда 10-нан аса ән бар дегенде, бірақ авторлық ән, яғни өзінің жеке әні, жаңа мысалы кезінде туған жер әні ғана сияқты. Бұл әннің жалпы өңдеуін кім жасады, аранжировка дейміз ғой? Сол бәрін өзі композитор жаңағы Қуанбай Шымболат өзі жасатты. Өте керемет. Серік деген жігітке өңдетті, жалпы әнін де, сөзін де, бәрін де өзіне шақтап жазды. Демек, композитор әннің демеушісі болып тұр ғой, өзі аранжировкасын жасатып, әнін, сөзін, әнді сыйға тартып тұр, Жалпы Медина болашақта алға қойған мақсатың қандай? Болашақта әнші боламын дейсің ба, өнер жолын таңдайсың ба, әлде басқа мамандыққа кетесің ба? Мен өскенде әнші болғым келеді. Әннен басқа да мен басқа да үйірмелерге барамын. Қандай? Фортепиано, бассейн. Жан-жақты. Жан-жақты, қызымыз, осы қарап отырсам жүлделері көп секілді. Ең басты жүлдесі, үлкен жүлдесі қай сайысқа алып кетсеңіз? Енді бұл Мединаның жүлде ісінен шатастық та мүмкін. Өйткені деген біз деген жиі арасына ай салмай қатысқан күндер, уақыттарымыз бол. Біз бір айда бір байқауға шығып алсақ, екінші концертке, екінші үлкен керемет әкімнің алдында әндер орындап жатамыз. Сондықтан мен дайындап шыққан байқаулардың біразынан Медина бас жүлдеге ие болды. Бәрекелді. Галактика талант байқауынан да мысалға 100-ден астам эстрадалық вокал қатысты. Қазір қалада эстрадалық вокалды өте көбейіп кетті. Соның ішінен Медина бізде бас жүлде алғанда өзіміз не болып қалды, 100 баланың ішінен алды. Сосын жеке авторлық Ота Бесенованың осы ақтөбеде шығармашылық концерті болып тұрады. Ол өте үлкен композитор, балдарға арнайы, сазгер арнайы балдарға ән өңдейтін кісі. Әндерін бәрі балдар жақсы орындайды. Сол Ота Бесенованың да жиі концерттеріне жаңағы несіне қатысып, біз байқауына қатысып та жақсы ең жоғары бірінші бас жүлдені де алдық. 2 жыл сонда да бас жүлдеге болды. Одан былай қарай біздегі көптеген байқауларға бар, Нұрсұлтан қаламызға да бар, Россияның болған ұйымдастыруымен болған жүргізілген байқаулары болды. Сол байқаулардан да біз ең жоғары өзінің категориясының, өзінің жас ерекшелігінен ең жоғары бірінші орындарға ие болып келді. Жалпы қатысқан байқауларыма сеніммен артып қатыстырам, өйткені өзім енді баладан үлкен үміт күтемін, осы ақтап мені еңбегімді ақтап осы бала жаңағыдай алып шығатынына сеніп байқауға қатыстырам. Негізі өзім жас ерекшелігіне ол былай қарап отырсаңыз мүмкін нәрсе емес, ол бір уақытта қанша неге қатысу ол баланың ерекшелігінде. Шынымен де Нұржан өзі кішкентай бірақ жетістіктер өте көп екен, Шәкіртіңіздің жалпы вокалдық деңгейін қалай бағалайсыз? Осы болашақта үлкен сахнадан орын алады деп ойлайсыз ба? Әрине, біз алдымызға келген балаға үлкен үміт артамыз, осылардың бір нәрсені көрсек екен, осылар бір үлкен жетістікке жетсе екен деп жан-тәнімізді салып, меміз ұмыт кетеміз шына келгенде. Бар меміз осы балдарда бар. Әсіресе балдардың осындай сахнаға шыққан кезде орындап, бала сахнадан орындап, сахнадан түскенге дейін зерттеп осы қалай айтып орындап шығады екен, қалай болады екен деген неде боламыз. Жалпы мен үлкен Мединадан үлкен болашағында үлкен жаңағыдай көріп отырмын, өзім болашағын көріп отырмын. Осы талпынысымен тоқтамаса, Мединада үлкен жетістік болады деп сенім артамын. Мединаға сұрақ қояйын, Медина кімді үлгі тұтасың? Үйімде мамам мен папамды үлгі тұтамын. Өнер жолында? Өнер жолында Димаш Құдайбергеновті.
жаман емес. Иә, Димаш сияқты үлкен сахналардан көрініп, әлемдік деңгейдегі әнші бол деген тілегі тілегіміз бар. Ал құрметті көрермендер, бізде сіздерге арналған керемет бейне клипіміз бар. Соны тамашалайық, содан кейін міндетті түрде жалғастырамыз.